Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Қалдарыңыз қалай? Менің сіздерге Камшат Бекжітованың «Ойыңды өзгерті, өміріңді өзгерт» атты кітабынан тағы да үзінді оқып бермекшімін. Әрекет жасау. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұзақ уақыт әрекетсіздіктен артық адамды тоқырауға әкеліп соқтыратын еш нәрсе жоқ. Аристотель. Адам санасына қандай да бір ойдың егінін егіп, соған қарай белгілі бір әрекеттер жасайды. Әркім өзінің миының жеткенін жасайды деген сөзді бәріміз білеміз. Енді осы сөзді төркінін қарастыратын болсақ, расында адам өзінің ойынан биік әрекет жасай алмайды. Қандай да бір жағымсыз әрекеттер жасаса, ол адамның ойының сондай саяздығын білдіреді. Енді мұндай арзан әрекеттің төңірегіндегі емес, жаңадан туған жақсы ойларға қарай қалай әрекет жасауға болатындығы туралы әңгіме қозғайық. Егер естеріңізде болса, кез келген жүйелі маркетингтерде немесе бизнеске қатысты кітаптарда ылғи продуктивное действие, өнімді әрекет керек деп айтып жазып жатады. Мен өз басым бұл сөзді бұрындары тауды қопару деген мағынада түсінетін едім. Яғни менің қолымнан ондай керемет іс әрекет келмейтін сияқты көрінетін. Кейде бұл сөзді жиі естігендіктен өз өмірімді тексеріп білу үшін іске кірістім. Ал енді өнімді әрекет дегеніміз не екен? Ол сөзде еш қорықпаңыздар. Мысалға, бұрын сіз өзіңіз туралы ылғи жағымсыз ойда болсаңыз, енді осы кітапты оқығаннан кейін өзіңізге қатысты ойыңызды, сөзіңізді «мен әдемімін», «мен сұлумын» деп өзгерте бастаңыз. Осы кезде сіздің іс-әрекетіңіз қандай болу керек? Күнде бір мезгіл өзіңізге уақыт бөліп, жуынып, шайынып, бетіңізге табиғи пайдалы әртүрлі крем жағып, маскалар жасап, күтіне бастауыңыз керек. Бетіміз көбінесе біздің ішкі құрылысымыздың айнасы екенін жақсы білеміз. Сондықтан дұрыс тамақтануыңыз керек. Ал егер менің денім сау, менің денім күн сайын жасаратын десеңіз, көбірек қимылдаңыз. Бір мезгіл жүгіріп, 5 минут болса да жаттығу жасап, көбірек су ішіп, міндетті түрде дұрыс тамақтануыңыз керек. Ал ақшам көп, мен баймын, ақша маған жан-жақтан келіп жатыр, ақша мені жақсы көреді дейтін болсаңыз, жан-жақты қалай ақша табуға болады, қолыңыздан не келеді, соны ойластырып, кішкене болса да әрекет жасаңыз. Ақша бізге жасаған еңбегіміздің ақысы ретінде келеді. Сондықтан адамдар маған бұдан да көп ақша төлейтіндей, мен тағы не істей аламын деген сұрақ ойланыңыз. Негізінде жан-жақты табыс көзі болған дұрыс. Сондықтан ақша маған жан-жақтан оңай және тез келеді. Әртүрлі халал жолмен ақша маған жан-жақтан берекесімен келеді деген аффирмацияларды жиі айтыңыз. Есіктің алдына бау-бақша егіп, қосымша мал бағып, қолөнермен айналысып, тағы басқа да жолдармен кіріс көзін жасап қоюға болады. Содан кейін ақшаға қатысты көпшілігіміз қолдана бермейтін ең маңызды нәрсе ақшаны жаратқанда немесе төлемдер төлегенде қуанып, ризашылықпен алғыс айтып жаратыңыз. Әсіресе су, жарық, салық сияқты төлемдер жасағанда Аллаға үлкен алғыс айтып, бұл ақша ең бірінші менің өзіме үлкен қуаныш сыйлады. Бұл менің өз еліме қосқан үлесім. Менің бұл ақшам біреудің қуанышына жарайды. Менің бұл ақшам біреуге жақсылығымен, берекесімен бара жатыр. Алланың маған берері бұдан да көп, сондықтан шын ниетімен осындай елге қуаныш сыйлайтын ақшамды қуана-қуана жұмсаймын деп сөйлеп отырып төлеңіз. Егер үйдегі сізге көрсетілген қызметтер коммуналдық төлем үшін төлем жасасаңыз, есесіне жарық, газ, су, ыстық су сияқтыларға ие болып, шынымен өзіңізге қуаныш сыйлап тұрсыз. Одан кейін сіздің төлеген ақша банктің иесінің қалтасына кетіп жатқан жоқ. Ол сізге қызмет көрсеткен адамдардың жалақысына бара жатыр. Сіздің ақшаңыз біреудің шынымен бір керемет қажетіне, жақсылығына жұмсалары сөзсіз. Салық төлесеңіз, еліңіз өркендеу үшін қандай үлесіңізді қосып жатырсыз? Кейбір азаматтар күн-түн демей шапқылауда. Сіз салық төлеп өз үлесіңізді қосып жатырсыз. Сізден түскен ақша салық басқармасының қалтасына кетпейді. Өзіңіз сияқты адамдардың айлығына, зейнетақысына, жол жүруіне, тағы да басқа нәрсеге жұмсалады. Сондықтан төлем жасағанда үкіметті тонап жатыр, бәрі қымбаттап жатыр деп емес, осындай жақсы ниетпен өзіңізге де өзгеге де жақсылық, қуаныш сыйладым деген оймен төлеңіз. Ылғи осылай айтып, осылай әрекет жасайтын болсаңыз, бірте-бірте ойыңызды керемет қуанышты сезімдер билей бастайды. Ал енді сіз осындай төлейтін ақшаларыңыз қалай қиналмай өзіңізге оңай шығара бастайсыз, сізге ақшаның келуі де жеңіл түседі.
Одан кейін қалтаңызда соңғы бір төлемге ғана жететін ақша тұрса, басқа ақшам жоқ, бұл ақшаны төлесем ақшасыз қалам, бірінші басқа ақша тауып алайын, сосын төлеймін деген сияқты алдын ала уайымға беріліп, қалтылдап ақшаны төлеуге қимай отыратын әдеттен арылыңыз. Нақты бір төлемге жететін ақшаңыз бар ма? Төлейтін уақыт келіп тұр ма? Қуана-қуана төлеңіз. Әрбір төлемнің есесіне еш нәрсе күтпеңіз. Жай ғана ризашылықпен өзіңізден босатыңыз. Төлеп алып ішіңіз ашып, уайымға салынбаңыз. Мысалға, қалтаңыздағы соңғы ақшаңызды үйдегі көрсетілген қызметтерге төледіңіз делік. Төленгенде жақсы сөздерді айтып төлеңіз. Сосын Аллам, рахмет саған, маған осындай қуаныш сыйлағаның үшін. Мен сені жақсы көремін. Аллам, рахмет саған, өзіме де өзгеге де осындай қуаныш сыйлайтын ақшамның қалтамда болғаны үшін. Мен сені жақсы көремін деңіз. Адам баласын кейде түсініп болмайсың. Мысалға, үйдегі өздері тұтынатын жарық, су үшін ақша төлейтін уақыт жақындағанда, егер ақшасы жоқ болса, арманда болады. Ақшам жоқ болса төлер едім деп соңғы сөзін айтып қиналады. Ал енді осылай айтып аузын жиып үлгермей жатып, көптен күткен ақшасы келіп қалса, дереу ойы өзгеріп, төлегісі келмей қиналып шыға келеді. Ары қарай айтпай-ақ қояйын. Сондықтан кез келген төлеуге міндетті төлемдерді, берешектеріңізді қиналмай қуана-қуана төлеңіздер. Мен осындай керемет күйге жеттім. Аллаға шүкір. Осы күйге жету үшін де құдіретті күшті Аллам мені талай сынады. Кейде тіпті қалтамда 1000 теңге қалмай қалады. Балаларым бір нәрсе сұрап, анашым, қалтаңда ақша жоқ екен дегенде, қалтамда ақшаның жоқтығын өзім де байқаймын. Мұндайда ақша туралы алған білімді есіме алып, яғни ақшаның жоқтығын естігенде ешқандай саспаймын. Ең бастысы уайымдамаймын. Өз тірлігіммен жүре беремін. Сенесіз бе, ақша мүлдем мен күтпеген жақтан тіпті ұмытып кеткен ақшалар келіп жатады. Одан кейін кез келген қарызға алған ақшаңызды қарыз деп айтпаңыз. Себебі қарыз деген сөзді өзін алып қарасаңыз, көңіл күйді түсіретін, айтқың келмейтін жақсы сөз емес, тура бір қарыз шақырып тұратындай. Сондықтан қарызымды бердім, қарыз төлеймін емес, қуанып сыйлаған ақшамды бердім, алғыс айтатын ақшамды төлеймін деп айтып үйреніңіз. Расында ол ақшаны қарызға алғанда қуанып, сондай алғыс айтып отырып алдыңыз ғой. Өзіңізге болсын, өзгеге болсын ақшаға қуанып, сыйлап үйреніңіз. Өмірде сіз үшін ақша ең басты немесе ең соңғы нәрсе болмасын. Ақшадан да керемет нәрселер көп екен, ұмытпаңыз. Қалтаңыздағы ақша сізге қуаныш сыйламаса, оның не қажеті бар? Менде бір керемет оқиға болды. Бір күні үйіме қонаққа құрбымды шақырдым. Ол құрбымның көңіл күйі мәз емес. Телефонмен хабарласқанда жағдайын айтып қиналған еді. Содан екеуміз кешкісін кітап дүкенінен қайтып келе жатқан едік. Жолда алыстан көздің жауын алатындай ромашка гүлін бір апай үйінен әкеліп сатып тұр екен. Құрбым әңгімесін айтып келе жатып, мен кітап алғаннан қалтамда қанша ақша қалды екен деп санап келе жатырмын. Гүлдің қасына тоқтап бағасын сұрадым. 600 теңге дейді. Менде бары 800 теңге екен. Өмірге ренжіп келе жатқан құрбым әлгі гүлге тамсанып, көзі жанып кетті. Содан біреуін сатып алып, құрбыма, мынау саған алғашқы көктемге берген сыйлығым болсын дедім. Қасындағы қыздың гүлдей жайнаған көрсеңіз, мен оған тура інжу-маржан сыйлағандай мәз. Мені қайта-қайта құшақтады. Қуанышында шек жоқ. Жол бойы әңгімесін тыңдап, өмірде көп қиналған, бәріне ренжулі құрбымның көңілін қалай көтерсем деп ойлаған едім. Қалтамда ақшамның жоқтығын мүлдем ойымда жоқ. Содан үйге келіп шәй ішіп, біраз әңгімелесіп ұйықтап қалыппыз. Таңертең жүгіруден келіп телефоныма қарасам, хат келіп тұр. Менің есеп шотыма біраз ақша түсіпті. Айта берсем, мұндай тамаша оқиғалар өте көп. Ал енді кім? Мен білімдімін, мен ақылдымын, мен өз ойымды еркін жеткіземін деген сияқты аффирмацияларды айтады. Олардың әрекеті қандай болу керек? Күніне бір мезгіл әлеуметтік желілерден керемет пайдалы кеңестер парақшаларын, кітап және ютубтағы пайдалы бейнебаяндарды көру керек. Сонымен әрекет дегеніміз сөзіңіз бен ісіңіз сай болу керек. Яғни мен өзгеріп жатырмын деп таңертеңнен кешке дейін құр аффирмация айтқанда ешқандай әрекет болмаса, еш нәрсе өзгермейді. Отырып алып құр ауызбен аспандағы айды
айға да барып қайтуға болады. Сондықтан әрекет жасаңыз. Кез келген жаңа бір нәрсені үйрену үшін немесе осылай өзіңмен жұмыс істеу үшін жүйе, система керек. Жүйе дегеніміз қандай да бір бастаған ісіңді аяғына дейін жеткізу үшін күн сайын соған қарай әрекет жасау. Мысалға, өзіңізбен жұмыс істеуді, өміріңізге өзгертуді қолға алыңыз делік. Мұндайда сіз мен әдемімін, мен сұлумын, мен өзімді жақсы көремін, мен жеңімпазбын деген сияқты аффирмацияларды аптасына бір рет немесе қолыңыз тигенде ғана айнаға қарап айтатын болсаңыз, қандай да бір нәтижеге шығу екіталай. Осылай есіңізге түскенде, ыңғайлы келгенде аптасына бір рет 1 сағат бойы өзіңізге уақыт бөлгенше күніне 5 минут болсын уақыт бөліңіз. Осылай жүйемен күн сайын 5 минуттан бастаған қадамыңыз уақыт өте келе қаншама жолды артта қалдырып үлкен жетістікке жеткізеді. Алғашқы кезде мен осындай жүйеге үйрене алмағаным рас. Бүгін барлығын жасап керемет боламын дағы, ертесіне басқа жұмыстармен қолым тимей, болмаса біреу шақырып қонаққа кетіп қаламын. Әйтеуір бастаған жұмысым 3-4 күнге дейін ұмыт қалады. Содан бұл жүрісім мені ешқандай жетістікке жеткізбейтінін білдім. Басқа бір әдіс ойлап тауым керектігін түсіндім. Алғашқыда күн сайын аффирмацияны оқу мен үшін де қиын болды. Ешқандай істейтін маңызды шаруам болмаса да, өзіме келгенде уақыт таппай кететін едім. Содан бір күні күн сайын аффирмацияны әр намаздан кейін оқу керек деген ой келді. Яғни 5 уақыт намазды міндетті түрде оқимын, артынан барлық аффирмациямды толық оқып шығамын. Бертін келе өзгеруім мен өсуім аффирмациядан бөлек жасайтын тапсырмам көбейе түсті. Содан әр жұмысыма телефонымның сағатына 1 апта бойы еске салу қоңырауын қойдым. Әрбір белгіленген қоңырау уақытында не істеу керектігін жазып қойдым. Таңертең 6:00-де тұрып, намаз басталған қоңырау, әр 15 минут сайын жүгіруге шық, жаттығу жаса, шомылуға кір, медитация жаса, мудро жаса, дәрумендеріңді іш. Осының барлығын 7:15-те аяқтаймын. Басында таң намаздан басқа уақыт белгілемей қоңырау қоймадым. Ол кезде қалай болды? Таң намазын оқимын, алғысымды, аффирмациямды айтамын, сосын 15 минут ойланып отырам, сосын асықпай жүгіруге шығам, жүгіріп болып, асықпай тағы 10-15 минут әр нәрсе ойлап уақыт жоғалтам. Келіп жаттығу жасаймын, әбден терлеп 10-15 минут еркінсініп жатамын, содан шомыламын, мұздай су құямын үстіме. Міне әр жерде құр ойланып жатып 10-15 минуттан уақыт жоғалтқанда, менің таңғы іс-әрекетім сағат 8:30-ға дейін баратын. Қоңырау қойғанда байқағаным, ортасында бос уақыт жоғалтпайсың. Қазір қоңырау шырылдайтынын білгендіктен, артыңда біреу қадағалап тұрғандай, бірінен кейін бірін жалғастыра бересің. Артық ойға берілмейсің. Үйден жүгіруге шыққанда, көршілерің есіктеріне қарап, сіздерге Алланың нұры жаусын, мен сіздерді жақсы көремін, бүгінгі күн қайырлы болсын баршамызға деп сөйлеп сыртқа шығамын. Сыртқа шыққанда, қайырлы таң Алматым, қайырлы таң ел жұртым. Аллам рахмет саған бүгінгі тамаша күнді сыйлағаның үшін. Мен сені жақсы көремін. Аллам рахмет саған ынтымағы жарасқан бейбіт елде өмір сүріп жатқаным үшін. Мен сені жақсы көремін. Аллам рахмет саған осындай адамдардың барлығы мені жақсы көретінін, сүйікті қалам Алматыда тұрып жатқаным үшін. Мен сені жақсы көремін. Аллам рахмет саған керемет мені жақсы көретін көршілерім бар. Дәл осы үйде тұрып жатқаным үшін. Мен сені жақсы көремін. Аллам рахмет саған осындай біз үшін жаратқан жер ананы өз аяғымен басып, ләззат алып жүргенім үшін. Мен сені жақсы көремін. Аллам рахмет саған осындай керемет пайдалы таза ауамен тыныс алып жатқаным үшін. Мен сені жақсы көремін деген алғысымды айтып отырып, Аллаға шексіз ризашылығымды білдіре отырып, мектептің жүгіру алаңына қалай жеткенімді өзім де байқамай қаламын. Мен жүгіріп келгенде менің денім сау, менің аяқ-қолым оңай және тез қимылдауда. Жүгірген сайын менің денсаулығым жаңара түсуде. Деген сияқты әр айналамда 3 аффирмация айтып жүгіремін. Содан кейін міндетті түрде жан-жағымнан адам көрсем, қайырлы таң деп дауыстап амандасамын. Менің бұл әрекеттерім біреуге күлкілі, біреуге еріккеннің ісі, біреуге ерсіз сияқты көрініп отырған шығар. Кім не ойласа да, ол
Өзі ол ойы дұрыс, бірақ маған кімнің не ойлағаны еш маңызды емес, себебі дәл осылай әр таңда жасағаннан алған ләззатымды, әсерімді айтып жеткізе алмаймын. Алла маған тағы да бір таңды сыйлаған екен, неге соған барынша ризашылығымды білдіріп, өзім ләззат алатындай етіп өткізбеске? Адам жаратушыға алғыс айту үшін, шын бақытты сезіну үшін, спортпен айналысу үшін көп ақшаның қажеті жоқ. Осының барлығы тегін, тек қана сізден ниет болса болғаны. Менің бұл айтқандарыма көз жеткізу үшін өздеріңіз жасап көрулеріңіз керек. Ендеше сіздерге сәттілік тілеймін.